Армысыздар, құрметті дебат сүйер қауым. Мен Балқаш қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы номер 15 мектеп лицейінің Әлихан мұрагерлері дебат клубының президенті Сағынұлы Мади. Бүгін біз ЛД форматында пікірсайыс ойынын ойнатамыз, және де біздің тақырыбымыз бұл кандидат әділ жолмен баю мүмкін деп есептейді. Армысыздар, құрметті дебат сүйер қауым. Бұл кандидат әділ жолмен баю мүмкін деп есептейді. Біріншіден, біздің құндылығымыз ол байлық болып есептеледі. Ал құндылыққа жету жолы ол байлыққа еңбек арқылы жетеміз. Яғни адам тек қана материалдық тұрғыда ғана емес, рухани тұрғыда да бай бола білу керек. Қазіргі заманда әділ түрде біз баи аламыз, себебі адал еңбек еткен капиталист, адал еңбек етсең капиталистік қоғамда баюға болады. Қазіргі заманда әділ жолмен байып жатқан адамдар бар, және олар өте көп деп айтсақ та болады. Мысалға, Икея компаниясын ашқан Кампраттың өмір баянын алсақ та болады. Мысалға, ол кісі өзінің жай ғана таза еңбегі арқылы бүкіл әлемге әйгілі жиһаз брендін ашты деп айтсақ та болады. Ол кісі ең басында тек қана өзінің сүйіктісімен айналысқан, өзінің жақсы көрген заттарын жасап, оны кішкентай дүкенде сатқан. Сол арқылы ол кісі еңбектеніп, біраз уақыттар өткеннен кейін өзінің нәтижесіне жетіп, әлемге әйгілі компания атанған болатын. Одан кейін біз Коко Шанельді алсақ та болады. Мысалы, Коко Шанельдің өзі жетімдер үйінен шыққан. Жетімдер үйінен шықса да, ол кісі өзінің еңбегі арқылы, өзінің рухани байлығы арқылы, өзінің еңбек қорлығының арқылы, шыншылдығы арқылы ол кісі әлемге әйгілі дизайнер атанған болатын. Ол кісі атаққа да жетті, байлыққа да жетті. Міне, осылайша біз байлыққа әділ жолмен жету шын деп есептейміз. Және де ондай үлкен тұлғаларды айтпайық, қазіргі кездегі жай қоғамда қараған күннің өзінде біздің қолымызда ұстап жүрген телефон арқылы да біз баи аламыз. Мысалға, қазіргі кезде өте көп блогерлер бар, уже 16 жастарында ешқандай дипломсыздар миллион тауып жатқан оқушылар блогерлер бар. Ол кісіге қазіргі кезде уже өздерінің әкелеріне көлік алып беруде, үй алып беруде, өздерін қамтамасыз ете алатын жағдайда 16 жастағы балалар қазір. Себебі біздің қолымыздағы телефон арқылы біз сол істі жүзеге асыра аламыз, біз Инстаграм арқылы да баи аламыз. Және де бұның бәрі ең бастысы әділ тұрғыда болады. Сондықтан да бұл кандидат әділ жолмен баю мүмкін деп есептейді. Назарларыңызға рахмет. Ал енді мен өзімнің сұрақтарымды қойсам, бірінші сұрағым, сіз жаңағы келтірген адамдарыңыз бен компанияларыңыздың әділ жолмен ақша тапқандығына қандай дәлелдер келтіре аласыз? Дәлелдер келтіре алам, то что ол кісілер мен жаңағын айтып кеткендей, кішкентай істен бастаған. Кішкентай іс, мысалы, жиһаз жасап, өзінің қолөнер талантын білдіре берген, және де сол арқылы өздері көтеріле берген. Сондықтан да бұл өте әділ жол деп есептеймін. Сіз капиталистік қоғамды қалай түсіндіре аласыз? Капиталистік қоғам это у нас когда қоғам ақшаға байланған кезде. Ақшаға байланған кезде дейсің. Яғни бұл біздің жаңағы әділ жолмен баю мүмкін деген тақырыбымызбен қалай байланысы бар? Әділ жолмен баюымыз мүмкін деген тақырыбымен қандай байланысы бар? Это то, что қазір бізде капиталист қоғам, и то, что біз ақшасыз өмір сүре алмаймыз. И при этом бізге ақша керек, и біз сол ақшаны әділ жолмен ала аламыз деген мағынада. Тағы бір сұрағым, неліктен сіз қарапайым блогерлерді әділ жолмен баиды деп есептейсіз? Себебі олар өз еңбектерімен қолда бар заттан өздері жұмыс жасап отыр. Мысалы, Инстаграм это просто жай ғана ойыншық негіз ретінде қалуға болады, бірақ та ол кісілер сол кішкентай заттан өздеріне жұмыс жасап алып отыр. Сондықтан да олар просто өздерінің өмірге
ақша алып отырған адамдар. Сондықтан да блогерлер әділ жолмен ақша табуда деген ойдамын. Және тағы бір сұрағым, әділ жолмен баюдың принциптері қандай деп ойлайсыз? Принциптері шыншылдық, еңбекқорлық, дисциплина. Ал енді оған жету үшін сіз қандай іс-әрекеттер істер едіңіз? Жету үшін еңбектенген өзімнің бойымда бар таланттарымды қолданып. Мысалы қандай талант? Мысалы, тігін арқылы мен өзімнің, например, брендімді аша аламын. Жақсы, сұрақтар осымен тамам. Енді мен өзімнің қарсылық тарапына бастайтын болсам, ол кандидат әділ жолмен баю мүмкін емес деп есептейді. Мен неге бұл тақырыпты таңдадым және де қорғадым десеңіздер, әділ жолмен баю дегеніміз ол ешбір ақша жеусіз ақша табу деп саналады. Біріншіден бұл мүмкін емес нәрсе деп ойлаймын, себебі адам баласы әрбір өзінің ісін бастар алдында бәрібір де белгілі бір кемшіліктері болады, және де ол бизнес жағынан өте айқын білінеді. Мысалы, Рокфеллердің өзі айтқандай, мен өзімнің бастапқы миллионымнан басқа барлық ақшама есеп бере аламын деген. Бұл нені білдіреді? Яғни әрбір адам өзінің ісін, бизнесін, ақша табу жұмысын бастаған кезде ол бастапқы ақшаларын әділ жолмен таппаған. Мысалға, жаңағы қарапайым блогерлердің өзін алатын болсақ, олар өзінің өмірін түсіру арқылы емес, блогерлердің қазіргі кезде көбісі гиф деген ойындарды ойнату арқылы халықтың арқасында ғана ақшаны таба алған. Бұл біріншіден. Және де екіншіден тағы да басқа бір мамандарды алатын болсақ, мысалы мемлекеттік қызметкерлердің өзі қазіргі таңда жемқорлықпен айналысады, және де бұл мысалға алатын болсақ, кәдімгі полиция қызметкерлері, немесе сот, және де адвокат, прокурор, және де осындай мамандықтардың барлығы жемқорлықпен айналысады деген тұжырымға келемін. Себебі қазірдің өзінде көбінесе істер арқылы олардың тең жартысы десек те болады сотқа беріліп, яғни бастапқы кәсіптерін әділ жолмен таппаған деп санаймын. Енді біздің құндылыққа келетін болсақ, біздің құндылығымыз ол ақшадан басталады, ақша сөзінен. Неге ақшаны алдым десеңіздер, баюдың өзі ақшадан басталады. Адамның бұл ешқандай да рухани құндылығы емес, адамның ішкі жан дүниесі емес, бұл адамның ақшалық жаңағыдай есебінен басталады. Сондықтан да менің айтарым, адам әділ жолмен баю принциптеріне жету қиындыққа ұшырайды. Яғни ол ақша табуы яғни менің айтайын дегенім, адам әділ жолмен баюы азырақ, чем яғни жемқорлық, коррупция арқылы табуына қарағанда. Менің сөзім болды осы. Сұрақ қойсаңыз. Адам тек жемқорлық арқылы бай ала ма? Адам жемқорлық арқылы. Жемқорлық, енді ол былай қарап тұрсақ, жемқорлық дегеніміз ол жаңағыдай берілген ақшаны өзінің пайдасына қолдану. Адам тек қана жемқорлық арқылы емес, ол басқа біреудің ақшасын алу арқылы, жаңағыдай алауыздық арқылы да ақша таба алады. Бизнес ашқанда ең бірінші кемшіліктер болады дедіңіз. Қандай кемшіліктер? Кемшіліктер? Мысалы, адам өзінің қолында бар қасиетін дұрыстап қолдана алмауы мүмкін. Немесе ол өзінің яғни барша преимущество дейміз ғой, соны қолдана арқылы басқа біреудің ақшасын алуы мүмкін.
біреуден қарыз алуы мүмкін, және де бұның барлығы дұрыс ақша табуға әкелмейді. Жақсы, ең бірінші ақшасын әділ түрмен таппайтындарына сіз 100% кепілдік бере аласыз. Таппайтынына ма? Оған қандай дәлелдер бере аласыз? Дәлелдер. Мысалы, қазіргі таңда біздің көптеген мемлекеттік қызметкерлеріміз, министрлар, бұрынғы министрлар, бұрынғы депутаттардың өзі қазіргі таңда сотталып жатыр. Олардың тек қана бір себебі коррупция, жемқорлық, халықтың ақшасын жеу, халықтың ақшасын дұрыс пайдаланбау, өздерінің жеке басына қолдану. Адам әділ жолмен байыса қандай қиындықтарға ұшырайды? Әділ жолмен байыса? Әділ жолмен байыса адамның қиындықтары ол қазіргі таңда әділ жолмен таппаған адамдардың жан-жақтан қысым көрсету. Яғни бұл бәрімізге белгілі. Бастаушы көптеген бизнесмендер өздерінің бизнесінің алдында оған көптеген конкуренттер болады. Ол конкуренттері әрине ақшаны дұрыс жолмен таппаған, және де өздерінің сол принциптері арқылы жаңа бизнес ашушыларды жолдарынан тайдырады. Жаңа Мәди мырза айта кетті. Мәди мырзаның сөзіне мен көбінесе естігенім, ол саясат туралы айта кетті. То, что билікте отырған адамдар жемқорлар, олар халықтың ақшасын жейді. Халықтың ақшасын, Мәди мырзаның ойы бойынша, халықтың, то есть кедей адамдардың ақшасын жеу арқылы ғана адамдар бай алады деген ой Мәди мырзада сондай ой екен. Мен оған қарсы көзім кетсем, шын мәнінде Мәди мырзаның айтып жатқан сөздері дұрыс емес. Себебі жаңағы блогерлердің өзі көбісі гиф арқылы байып деп айтып жатсыз. Бірақ та олардың көбісін, Инстаграм ең бірінші ашылған кезде ондай болған подписчик жинау үшін. Бірақ та қазіргі кезде, қазіргі заманда 2023 жылы ондай блогерлер азайды. Себебі халықтың өзі ондай блогерлерді қазіргі заманда қызығып қарамайды да. Жаңа мен мысал келтіре кетсем, бір блогерді мысалға King Sara да, оның 2019-дан бері қазіргі 2023 жылға дейінгі блогерлік мансабында бірде-бір гиф ойнатылмаған. Соның өзінде де ол блогер мамандығынан өзіне пайда алып жатыр. Яғни әкесіне көлік сатып беріп жатыр, өзі ай сайын шетелге қыдыруға шығады деген секілді заттар. Осындай блогерлер арқылы біз гиф ойнатпай-ақ интернеттен баюға болатын мүмкін екеніне дәлел келтіре аламын. Одан кейін Мәди мырза айта кетті, что адамдар бизнес ашқанда ең бірінші ақшасын әділ түрмен таппағанына 100% кепілдік беремін деді. Біріншіден Мәди мырза 100% кепілдік бере алмайды, себебі каждый адам бизнес ашқан кезде сіз ол кісінің жанында болмағансыз, сіздің өзіңіздің бизнесіңіз жоқ, оны 100% кепілдік ретінде айта алатындай. Сондықтан да ең бірінші ақшаны әділ түрмен тауып жатқан адамдар қазіргі заманда бар. Әлбетте, қазір көбінесе адамдар әділетсіз жолмен ақша табады. Өйткені адамдар рухани бай емес, адамдардың өздерінің ойлары жоқ. Адамдар біреуді жесем екен деп оңай ақшаны алғысы келеді. Бірақ оңай ақшаның соңы да жақсымен аяқталмайтын бәрімізге мәлім. Сондықтан да қазіргі соны түсіне білетін жастар әділ жолмен ақша табуға тырысады. Және де сол әділ жолмен ақша тауып, өздерін биіктен көрсетіп жатқанына біз кепіл бола аламыз. Сөзіңізді тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен болды. Енді қарсылықтан бастайтын болсам, Даяна ханым айтқандай, әділ жолмен баю бұл мүмкін, және де қазіргі таңда бұл өте оңай деп айтады. Енді қарсылыққа келетін болсам, қайтадан сол блогерлер тақырыбына айналып келіп отыр екен. Және де енді блогерлер ақшаны өз еңбегі арқылы тапқан дейді, жаңағы Kingsman деген блогерді айта кетсе, мен де
келтіре аламын. Мысалы Жанна Бойлов, Нұрдәулет, Айдархан деген блогерлердің көбісі өздерінің блогерлік карьерасында гифтер арқылы ақша жинаған, және де олардың көрермендері азаймаған, тіпті миллиондап, күн сайын миллиондап жаңағыдай ақша табуда. Бұл олардың әділ емес, әділ жолмен ғана емес, олардың халықтың ақшасын жеп, оларды көтеруінің арқасында баюы бірден бір себеп. Және де Даяна ханым айтқандай, сіз әділ жолмен байымаған адамдардың жанында болмағансыз. Мен олардың жанында болмасам да, оны көбінесе біз желілерден халықтың үні арқылы біле аламыз. Және де онымен қоса сіздің өзіңіз әділ жолмен байыған адамдардың жанында болмағансыз. Сонымен қатар бұл кісі айта кеткендей, жаңағы компанияларды айтты, мысалы Coco Chanel компаниясын айтты. Бұл компания ақша табуға, яғни ақшаны әділ жолмен тапқан дейді. Енді бұған келетін болсам, Coco Chanel'дің өзі, директорының өзі, яғни бұл жолға жету үшін өз еңбегі арқылы емес, өзінің, яғни жолдасы арқылы бұл бизнесқа келген. Енді анализ сараптамасына келетін болсам, Даяна ханым, яғни әділ жолмен баю мүмкін деп бұл пікірталасты бастайды, және де өзінің аргументтерін, яғни бір-екі аргументтерін айтады. Құндылық ретінде адамның рухани құндылығы, яғни оның өзінің мінезі, ішкі жан дүниесі деп алады. Сонымен қатар ол кісі яғни әртүрлі компанияларда адамдарды келтіре отырып, өзінің яғни тақырыбын, яғни бір жағынан ашқысы келгенімен толықтай оған дәлелдер келтіре алмайды. Одан кейін менің қойған сұрақтарыма, яғни қандай дәлелдеріңіз бар, яғни бұл компаниялардың ақша табуына қандай дәлелдеріңіз бар деген сұраққа бұл кісі тек қана еңбек, талпыныс деген сөздер арқылы ғана кішігірім жауап береді. Сонымен қатар бұл кісі капиталистік қоғамды қалай түсіндіре аласыз деген сұраққа менің ойымша қанағаттандырарлықтай жауап бере алмады. Себебі капиталистік қоғамның өзі ол жеке бастың, яғни бизнес ашуы, яғни капитализм сөзінің қоғаммен араласуын толықтай түсіндіре алмады. Содан кейін мен шығып біздің тараптың, яғни әділ жолмен баю мүмкін емесін ашып, философияға Рокфеллердің сөзін қолданамын, және де әділ жолмен баюдың не екенін түсіндіре кетемін, және де құндылық ретінде ақша деген сөзді таңдай отырып, біздің тақырыпты толықтай жеткіземін. Және де Даяна ханымның қойған сұрақтарына менің ойымша толықтай жауап бере алдым. Одан кейін Даяна ханым бізде қарсылықтан бастайды. Қарсылықтан бастаған өзінде бұл қарсылықтарды, яғни тек сөз арқылы ғана жеткізе алады. Менің ойымша бұл менің айтқан аргументтеріме ешбір аргументтерімді құлата алмайды. Сонымен қатар мен қарсылыққа шығар арқылы Даяна ханымның екі фактын, аргументін құлата отырып, оларға өзімнің аргумент ретінде өзімнің сөздерін қолданамын. Және де менің ойымша бұл ойында Дуглас тарапы, яғни мен жеңіске жеттім деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.